Қайырлы күн, менің YouTube каналымның оқырмандары. Менің бүгінгі видеом көпшілікке таныс. Қазір көпшілік адамда осы проблема, яғни балам бәрін түсінеді, бірақ дұрыс сөйлемейді. Осыған арналады. Қазіргі таңда байқап жатқанымыз 2 жасар, 3 жасар балалар бәрін түсінеді, айтқан командаңды орындайды, бірақ сөйлемейді. Бұл жағдайда біз не істейміз? Ата-ана ретінде үй жағдайында қалай көмектесеміз? Жалпы, егер бала команданы орындап тұрса, барып пультті алып кел, бір команданы орындасын, немесе өзіне 2-3 жасында 2-3 команданы орындаса 3 жасында, онда балада пассивті сөздер бар, активті сөздер аз деген сөз. Яғни пассивті сөздер дегеніміз бала біледі, бірақ айта алмайтын сөздерді пассивті сөздер деп айтамыз. Жалпы, бала осы командалар бәрін орындап тұрса, сіздің жұмсаған командаларыңызда, онда баланың келесі жағдай, баланың артикуляциялық аппаратымен жұмыс жасауымыз керек. Кез келген логопед баланы сөйлету үшін тыныс алу жаттығуымен және де артикуляциялық аппаратымен жұмыс жасайды. Олай болса, үй жағдайында аналар, сіздер артикуляциялық аппаратпен қалай жұмыс жасаймыз, баланың ауызын қалай сөйлеуге дайындаймыз деген сөз ғой. Осыған тоқталамыз. Ең бірінші, баланы сөйлетуге арналған артикуляциялық жаттығулардан бастайық. Бірінші, топ жаттығулар, бізде ол сағат деп аталады. Сағат тілді шығарамыз да, сағат сияқты оңға, солға, жоғары, төмен тілді жүргіземіз. Кәне, шығарамыз. Осылай жасаймыз. Бала үйренгеннен кейін оған қолды қоссаңыздар болады. Бұл сағат деп аталады. Бұны міндетті түрде 5-6 рет жасауымыз керек, күнде жасауымыз керек. Келесі жаттығу ол бізде тісті тазалау. Бірінші тістің, алдыңғы тістің сыртын тазалаймыз. Одан кейін астыңғы тісті тазалаймыз. Одан кейін үстіңгі тістің артын тазалаймыз. Одан кейін астыңғы тістің артын тазалаймыз. Міне, осы жаттығуды бала жасап үйрену керек. Яғни бұлшықеттер бізге тіл бұлшықеттері дайын болу керек сөйлеуге. Одан кейін келесі футбол ойны. Яғни бала доп сияқты футбол ойнайды ұртта. Міне, осылай жасайды. Одан кейін қолды қоссаңыздар болады. Одан кейін келесі жаттығу, бұл бізде сладкое варенье, тәтті тосап деп аталады. Яғни тілімізді жалап шығамыз. Кейбір жағдайда айта кететін нәрсе, мысалға балаға сағат жаттығуын жасатқанда, бірінші олар былай жасайды. Былай жасаған кезде, мұнда астындағы жақ қимылдайды. Астыңғы жақты қимылдатпай жасау керек. Сонда ол дұрыс жасалған жаттығуға жатады. Осы жаттығуларды күнде жасау керек, және де ұсақ моторикамен міндетті түрде жұмыс жасау керек. Баланы секірту керек, жүгірту керек. Сонда балаңыз дұрыс сөйлейді. Өйткені қазіргі таңда моторлы жаттығулар, сенсомоторлы жаттығулардың пайдасы өте орасан зор. Ең бірінші, осы ауызды тілді дайындап, одан кейін секірту, жүгірту, ұсақ моторикамен жұмыс жасауларыңыз керек. Айта кететін жағдай, ірі моторикасы дамымаған баланың ұсақ моторикасы дамымайды. Ұсақ моторикасы дамымаған баланың сөйлеу қабілеті болмайды. Сол үшін барлығына комплексно жұмыс жасаған күшті результат береді. Сіздермен болған Әсем әлем. Менің каналым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де келесі видео қандай тақырыпқа арналсын, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады.